Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, өте дәмді болып шығатын печенье бірге пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеомды тоқтай соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ұнымызды електен өткізіп салып аламыз және 1 шай қасық қопсытқышымызды салып аламыз. Құрғақ заттарымызды жақсылап біркелкі қылып араластырып алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кезекте сары майымызды саламыз. Сары майларыңыз жұмсақ болғаны жақсы. Қолымыздың көмегіменен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне осындай кружка дайын болады. Енді бір шетке қалдырып қоямыз. Жұмыртқамызды аламыз. Температурасы маңызды емес. Қантымызды аламыз. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Не осындай масса болады. Енді осы сұйық массамыздың үстіне балымызды салатын боламыз. Менде дүкеннің балы. Кез келген балды қоса берсеңіздер жарай береді. 4 ас қасық балымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап қойған кружкамыздың үстіне салып, қолымыздың көмегіменен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бірінші қасықпенен жақсылап араластырып алдым. Жай-жайдан. Енді қолымызбен илейтін боламыз. Қамырларымыз жұмсақ болып шығады. Артық ешқандай ұн қосудың қажеті жоқ. Не дәл осындай жұмсақ болып шығады. Барлық қамырларымызды біркелкі етіп, осындай шарик формат жасап бөліп аласыздар. Осы уақытта духовкаларымызды, яғни пештерімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Үстінен кішкене басып қоясыздар, қатты басудың қажеті жоқ. Қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Печеньелеріміз өте дәмді болып, биік болып көтеріліп, қып-қызыл болып, күшті болып шықты. Шаймен ішкенге де өте керемет, балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Асты да толықтай қып-қызыл болып пісті, арасы да толықтай піседі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Және міндетті түрде достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.